7 миллион теңге тұратын көлікті ешкімнің көмегінсіз сатып алдым. Құны 30 миллион теңге болатын 3 бөлмелі пәтерді Астананың сол жағалауынан сатып алдым. Толықтай төлеп алмадым әрине, ипотекаға алдым және ең бастысы 15 күн ішінде акцияға инвестиция жасау арқылы 1 миллион теңге таптым. Яғни мен сіздермен бөлісетіндей қаржылық сауаттылығым және инвестиция жасаудан білімім мен тәжірибем бар. Жалпы өзімнің қаржылық сауаттылығымды арттыру мақсатында 2018 жылдан бері, яғни студенттік кезімнен бері ізденіп келемін. Ал алғашқы қаржылық инвестициямды 2020 жылы жасағанмын. Қаржылық сауаттылығымды арттыру мақсатында 250 кітап оқыдым. Ал енді көп созбай курсымызды бастайық. Не үшін сіз бай болу керексіз? Сіздің қаржылық сауаттылығыңызды арттырудан бұрын ол сізге не үшін керек екенін түсініп алайық. Кез келген адам, егер оның қаржылық сауаттылығы жоғары болса, ерте ме кеш пе бай адамға айналады. Себебі байлық деген ол жай ғана көп ақша емес. Байлық деген ол идеология, өмір сүру салты. Егер де бүткіл адамдардың ақшасын жинап алып барлық адамдарға теңдей бөліп беретін болса, көп ұзамай бай болған адамдардың қалтасында баяғыдай көп ақша пайда болады, ал кедейлерде дәл солай бай ақша кедейлік болады. Себебі байлық адамның қалтасында емес, ол оның басында. Сіз бұл курста қалай көп ақша табу туралы білім алмайсыз. Сіз бұл курс нәтижесінде өзіңіздің табатын табысыңызды дұрысырақ пайдалануды және инвестиция жасауды үйренесіз. Нәтижесінде сіз 15-20 жыл ішінде жақсы капитал жасай аласыз. Бірақ бұл егер сіздің ойыңызда бай болуға өте маңызды бір себеп болса ғана мүмкін. Сондықтан бұл курсты тоқтатып, асықпай ойланыңыз. Не үшін жеке сіз бай болу керексіз? Мысал ретінде мен өз себебімді айта кетейін. Менің ата-анам мен 4 жасымда қайтыс болып кеткен. Мен апам мен атамның қолында өскенмін. Жағдайымыз нашар болған жоқ, Құдайға шүкір. Әжемнің ауылда дүкені болған, пенсия алатын, өмірде ақшадан тарлық көрген емеспін. Бірақ мен 6-7 сынып оқып жүргенде сабақтың қақ ортасында біреу кіріп, жағдайы төмен отбасыдан шыққан балалар психологтың кабинетіне жүріңдер, қысқы аяқ киім мен куртка береміз деді. Сыныпта менің және менің досымның әке-шешеміз болмағандықтан біздің жағдайымыз төмен деп есептелетін. Мұғалім Бауыржан және мен досымның атын атап барыңдар деді. Сол кезде мен сыныптастарымнан қатты ұялдым. Олардың бәрі маған аянышты көзбен қарағандай болды. Сол кезде мен коридорда кетіп бара жатып, мен міндетті түрде бай боламын деп шештім. Ал қазір мен осындай жағдай менің балаларымның басынан өткенін қаламаймын. Мұндай күй кешуді жауыма да тілемес едім. Сонымен сіз не үшін бай болу керек екеніңізді ойладыңыз ба? Менің мысалым сізге көмектесті деп ойлаймын. Қандай суммадағы ақша сізге бай болу үшін жеткілікті? Егер сіз не үшін бай болу керек екеніңізді шешіп алсаңыз, екінші сұраққа нақты жауап беру қажет. Уайымдамаңыз, бұл сұраққа жауап беру әлдеқайда оңай. Тіпті бұл сұраққа жауап беруге арналған формула да бар. Сіз бір айда қиналмай жақсы өмір сүре алатын, яғни сіздің отбасыңызға азық-түлік, демалу, киіну, фитнеске бару, пәтер жалдауға жеткілікті сумманы 150-ге көбейту. Мысалы, маған айына жақсы өмір сүру үшін 1 миллион теңге қажет. Демек, маған 150 миллион теңге бай болу үшін жеткілікті. Ал сізге ше? Ол 150 миллион теңге менде тек депозитте жатпайды. Ол әртүрлі бизнестерге салынады, ал мен тек содан түсетін пайдаға ғана өмір сүре беремін. Бұны қаржылық бостандық дейді. Әзірге сізге осыны түсінудің өзі де жеткілікті. Үшінші, негізгі қажеттіліктер. Адам болғандықтан біз Инстаграмда әркімнің өмірін көріп қызығамыз. Біреулер Дубайда жүреді, біреулер Европада жүреді, бірақ қазір сіз бай емес кезде олардың бәріне қызығу сіздің қалтаңызға тек зиянын тигізеді. Шет елдерді көру әрине жақсы, бірақ қартайғанда мемлекеттік зейнетақыға тәуелді болу онша қызық емес. Сіз менімен келісесіз бе? Ендеше қазір сіздің негізгі қажеттіліктеріңізді анықтауға кірісейік. Бірінші, әрине өмір сүретін баспана, екінші қалаған жерге баратын көлік, үшінші азық-түлік, төртінші демалуға қаражат, кино, музей, театр, мейрамханаға, караоке және тағы басқалары. Біздің бәріміздің ең алдымен қызығатын заттарымыз осы болу керек. Сіздің негізгі қажеттілігіңіз соңғы үлгідегі iPhone емес, қымбат көлік емес, қымбат киім емес, үйіңізге қымбат диван мен теледидар емес. Егер сіз қаржылық сауатты болғыңыз келсе, өзіңіздің өміріңізде приоритет қоюды үйренгеніңіз абзал. Мен өзіме приоритеттерімді қойдым. Сіздің қолыңыздан маркетингтің құрбаны болмау келеді деп сенемін. Төртінші, ақша жинау ережелері. Достар, енді біз бұл курстың ең маңызды бөлігіне келіп жеттік. Басқа бөлімдерді көрмесеңіз де осы бөлімді бірнеше рет қарауларыңызды сұраймын.
Адамдар бай болу үшін міндетті түрде өз жеке бизнесін болу керек деп санайды. Мен ол оймен келіспеймін. Жалдамалы жұмысшы болып жүріп те жоғары табыс табуға болады. Жеке бизнеспен айналысып бастағандардың басым көпшілігі өз бизнестерімен 24/7 айналысады. Бірақ жалдамалы жұмысшыдан қатты көп ақша тауып жатқандары бірен-саран. Өйтіп, кішкентай бизнеспен айналысқанша екі жалдамалы жұмыс деген артығырақ деп ойлаймын. Немесе жұмыстан кейін өзінің жеке бизнесімен айналысу да жақсы идея сияқты. Себебі солай оңайырақ. Жалақы алып жүріп жекесімен айналысуға не кедергі? Менің бірнеше танысым жұмысын тастап, бизнес ашып, сосын ол бизнес ол ойлағандай жүрмей, қайтадан жұмыс іздеп жүргендер де бар. Менің айтқым келіп отырғаны, сіз қалай ақша тапқаныңыз маңызды емес. Ең бастысы тапқан ақшаңыздан қаншалықты көп пайызын сақтап қалып, оны дұрыс инвестиция жасағаныңыз. Ақша жинаудың елдің бәрі білетін негізгі ережесі. Тапқан табысыңыздың 10% бөлігін инвестициялау немесе ең болмағанда депозитке салу. Егер қолыңыздан келсе көбірек ақша тауып, 10 емес 20-30% табысыңызды жинау арқылы сіз тезірек мақсаттарыңызға жетесіз. Ақша жинаудың екінші ережесі табыстарыңыз бен шығындарыңызды жазу. Қазіргі заманда бұл оп-оңай. Жай ғана мобильді телефондарыңызға арнайы бағдарламаны жазып аласыз да, сонда барлық табыстар мен шығындарды жазып жүресіз. Жеке мен One Money бағдарламасын қолданамын. Мен оның өмір бақиға жарамды подпискасын студент кезімде 2000 теңгеге сатып алғанмын. Жалпы оны сатып алмай-ақ тегін қолдана беруге де болады, бірақ сатып алсаңыз ыңғайлы. Бұл әдістің не үшін керек екенін айтып өтейін. Сіз табыстарыңыз бен шығындарыңызды жазу арқылы ақшаңыздың қайдан келіп, қайдан кетіп жатқанын түсінесіз. Кейде біз болмайтын заттарға тым көп қаражат жаратып жүргенімізді, шығындарымызды жазып бастаған кезде ғана аңғарамыз. Сол кезде біз неден үнемдеуге болатынын түсінеміз. Ал үнемделген ақша жұмыс істеп тапқан ақшадан еш жері кем емес. Сол үнемделген ақшаны келешекте қалай инвестиция жасауға болатынын түсіндіремін. Ақша жинаудың үшінші ережесі – жиналған ақшаны қорғау. Көптеген адамдар айлар бойы ақша жинайды да, бір күні жаңа телефон, машина, ноутбук алуға жаратып жібереді. Жиналған ақшаны қорғау деген кезде мен ең алдымен өз-өзімізден қорғау туралы айтамын. Себебі дәл біздей біздің капиталымызды жарататын адам бұл әлемде жоқ. Сондықтан жинаған ақшаны сіз жиі қолданбайтын банкке, депозитке немесе долларға ауыстырып жинауға тырысу керек. Ал ең мықты әдіс брокерлік шотқа салып инвестиция жасап тастаған жөн. Және бұл туралы қазір айтып бастаймыз. Инвестицияда алғашқы қадамдар. Сіз ай сайын 1 миллион теңге тапсаңыз да, сіз бай адамдардың қатарына жатпайсыз. Себебі сіздің табысыңыз бір мезетте жоқ болып кетуі мүмкін. Ал сіздің қажеттіліктеріңіз жоқ болып кете алмайды. Ал сол үшін айына миллион табу жеткіліксіз. Айына жұмыс істемей-ақ миллион тапсаңыз және ол сізге өмір сүруге жеткілікті болса, сізді бай деп санауға болады. Ал ондай нәтижеге тек инвестиция жасау арқылы ғана жетуге болады. Себебі басқа тәсілдердің бәрі ұзақ уақыт бойы сіздің қатысуыңызсыз ондай табыс бере алмайды. Тіпті банктегі депозит те инфляциядан төмен немесе инфляциямен тең мөлшерде ғана табыс бере алады. Қазақстанда депозиттер 10 миллионға дейін сақтандырылған. Яғни егер банк банкрот болса, сақтандыру қоры сізге тек 10 миллион теңге қайтарады. Ал пайыздық табысыңыз туралы ойламай-ақ қойсаңыз да болады. Шет елдерде ақша деген қоқыс дейді. Және мен ол оймен толықтай келісемін. Себебі инфляция ол ақшаны түкке тұрғысыз қағазға айналдырады. Сондықтан ақша әрдайым айналыста болу керек. Сіздің бизнесіңізде жылжымайтын мүлікте, егер ауылда шаруашылықпен айналыссаңыз, малда, техникада болуы керек. Ешқандай миллиардер үйінде миллиардтаған ақша сақтамайды. Барлық миллиардерлердің ақшалары олардың бизнестері мен активтерінде. Уоррен Баффеттің 134 миллиард доллары оның қалтасында емес. Тек оның компаниясын 884 миллиард долларға адамдар оны бағалайды. Оның компаниясы Berkshire Hathaway'дің бір акциясы $409 тұрады. Жалпы ол компанияның барлық акцияларын $409 көбейткенде 884 миллиард доллар болады. Осылайша Уоррен Баффеттің өзінің жеке үлесі 134 миллиард долларға тең деп есептеледі. Сонымен Berkshire Hathaway'дің капитализациясы 884 миллиард. Уоррен Баффеттің үлесі соның 134 миллиардын құрайды. Қалған 750 миллиард үлесі басқа адамдардың қолында.
Мінекей осылайша миллиардтар біреудің қалтасында емес, бизнестің өзінде болып табылады. Егер адамдар осы бизнестің бір акциясын $409 сатып алуға дайын болса, демек компания шынымен $409 тұрады. Демек Уоррен Баффет шынымен миллиардер. Неге Уоррен Баффет жайлы айтып жатыр десеңіздер, ол әлемдегі ең алғашқы инвестиция жасау арқылы долларлық миллиардер атанған адам. Сіз бәлкім ол сияқты миллиардер атанбауыңыз мүмкін, бірақ миллионер болуға мүмкіндігіңіз бар. Бар болғаны көбірек жұмыс істеп, көбірек инвестиция жасау қажет, және әрине уақыт керек. Бұл туралы әлі алда айтылады. Ал қазір сіз инвестиция жасап көруіңізге болады. Ол үшін брокерлік шот ашып, алғашқы 10-15 мың теңге салу қажет. Сонда сіз практикалық түрде өзіңіз инвестиция жасаудың сіз ойлағандай қиын емес екенін түсінесіз. Брокерлік шотты қазақстандық бірнеше банкпен ашуға болады. Ол үшін банктың бағдарламасына кіріп инвестиция бөліміне өтесіз. Сосын пополнить деп шотыңызға ақша саласыз. Сосын ақшаңыз жеткен компанияның акцияларын сатып ала аласыз. Мысалға, Банк Центр Кредит, Халық банк, Freedom Super App, Жусан банк сияқты банктерде брокерлік шот ашуға болады. Қазақстандағы ең арзан акциялар Халық банк компаниясының акциялары, небары 200 теңге көлемінде. Бірақ акцияның арзандығы компанияның өзі арзан деген сөз емес, жай ғана компанияны әдейіге көп бөлшекке бөлген, сондықтан акциялары соншалықты арзан тұрады. Ал Халық банк компания ретінде елімізде ірі компаниялардың қатарына кіреді. Достар, бұнымен курс аяқталған жоқ, себебі әлі айтылатын нюанстар өте көп. Солардың бәрін көріп түсінбей тұрып, бар ақшаларыңыздың бәріне акция сатып алып тастап жүрмеңіздер. Бұл тек бастапқы қадам ғана. 1-2 акция сатып ала отырып, сіз инвестициялық процестің қалай жүзеге асырылатынын түсінесіздер. Жалпы қор биржасы туралы түсініктер. Қор биржасы бағалы қағаздар сатып алынатын және сатылатын тұрақты базар. Қор биржасында экономикаға ұзақ мерзімді инвестиция салу және мемлекеттік бағдарламаларды қаржыландыру үшін қаражат жұмылдырылады. Акционерлік қоғамдардың акциялары, облигациялары, мемлекеттік облигациялар сатып алынады және сатылады. Биржада айналысқа түсетін бағалы қағаздардың бағамы белгіленеді. Бұл бағам түсетін кіріспен дивиденд не пайыз түрінде несие пайызының деңгейімен айқындалады. Қор биржасындағы операциялар ақша капиталдарын тартуға, оларды өндірістің түрлі салаларының арасында қайта бөлуге жәрдемдеседі. Әр елдің өз қор биржасы бар. Қазақстанда қазіргі таңда 2 қор биржасы бар. Қазақстан қор биржасы кәсі және мемлекет аралық қаржылық орталық Астана International Exchange AIX. Брокерлер. Қарапайым адамдар инвестиция жасау үшін брокерлік компаниялардан брокерлік шот ашады. Ал заңды тұлғалар, яғни компаниялар биржасыз-ақ басқа компаниялардың үлесін немесе толықтай сатып ала алады. Әлемде мыңдаған брокерлік компаниялар бар, бірақ қазақстандықтарға жергілікті брокерлік компаниялармен жұмыс істеу оңайырақ және арзанырақ болатыны сөзсіз. Егер сіз тек қазақстандық емес, әлемдік компанияларға инвестиция жасағыңыз келсе, Жусан банк немесе Freedom Super App қосымшаларын қолдануыңызға болады. Жалпы ешқандай брокер сіздің досыңыз емес екенін есіңізде сақтаңыз. Себебі брокерлерге сіз табыс тапсаңыз да, шығынға ұшырасаңыз да бәрібір. Сатып алу, сату кезінде комиссия бәрібірде төлейсіз. Сондықтан әлемдегі ең керемет брокерді іздеп әуре болмаңыз. Олардың бір-бірінен үлкен айырмашылығы жоқ. Ең бастысы сізге ыңғайлы әрі түсінікті бағдарламалары бар болса жеткілікті. Акциялар. Достар, біз жайлап инвестиция тақырыбын бастап келе жатырмыз. Акциялар туралы айтпас бұрын инвестициядағы 3 ұғым туралы айтып өткенім жөн болады. Кез келген инвестициялық инструменттің 3 қасиеті болады: табыстылық, өтімділік және сенімділік. Мысалы, жылжымайтын мүлікті алайық. Пәтердің табыстылығы әдетте төмен болады және оның өтімділігі де қиын болады. Яғни оны тез-тез сатып жібере алмайсыз. Пәтерді сату үшін кем дегенде 1 ай уақыт кетеді. Бірақ пәтер басқа инвестициялық инструменттермен салыстырғанда сенімдірек құрал болып табылады. Пәтердің бағасы акцияларынікі сияқты бір күнде бірден 50-60%-ға құлап кету ықтималдылығы өте төмен. Сондықтан жылжымайтын мүлікті сенімді құрал дейді.
Дәл солай акциялардың да инвестициялық құрал болғандықтан өзінің қасиеттері бар. Акциялардың табыстылығы өте жоғары деп саналады және оның өтімділігі де керемет. Сіз акцияларды қалаған уақытыңызда сатып, қолыңызға ақша ала аласыз. Бірақ акциялардың сенімділігі төмен болып есептеледі. Себебі кез келген жағымсыз жаңалық компанияның акцияларына бірден әсер етеді. Қазіргі заманда жаңалықтар көзді ашып жұмғанша ғаламшарымыздың бір бөлігінен екінші бөлігіне жетеді. Кез келген компанияның бағасы бір-ақ күн ішінде қатты төмен түсіп кетуі мүмкін. Бірақ бұл акцияларға мүлде инвестиция жасауға болмайды деген сөз емес. Керісінше, акцияларға инвестиция жасай отырып, сіз тез өз капиталыңызды көбейте аласыз. Бірақ инвестицияны ақылмен, асықпай жасау керек. Осы курсты толығымен көріп шыққан кезде сіз инвестицияны қалай дұрыс жасау керек екенін түсінесіз. Жалпы акция дегеніміз не? Акция деген компанияның бір кішкентай бөлігі. Оны баяғы заманда іскер адамдар компаниядағы үлестерін бөлу үшін ойлап тапқан. Кейбір компаниялар өз табысының белгілі бір бөлігін дивиденд ретінде өз акционерлеріне төлейді. Әр компанияның өзінің дивиденд төлейтін уақыты болады. Егер сізге кез келген компанияның қашан қанша дивиденд төлейтінін білу керек болса, Google деген атадан сұрасаңыз болады. Ол бәрін біледі. Әр компания акционерлер жиналысын өткізеді. Сол жиналыста акционерлер мен компанияның директорлары ақылдаса отырып, осы жылы дивиденд төлейді ма, жоқ па, төлесе әр акцияға шаққанда қанша теңгеден немесе қанша доллардан төлейтіндерін шешеді. Қазақстандық қор биржасында инвесторлар дивидендке салық төлемейді, бірақ шетел компанияларына инвестиция жасаған инвесторлар дивидендке де акцияны сатқан кезде акция бағамы өскен болса, тапқан табысына да салық төлейді. Жалпы акция сатып алмас бұрын сол компанияның жылдық қаржылық есебімен танысу керек. Әдетте есепті сол компанияның жеке сайтынан немесе қор биржасының сайтынан табуға болады. Адамдар қатты қиналмау үшін финансистер компанияларға баға беру формуласын ойлап тапқан. Оларды қаржылық мультипликаторлар дейді. Ең маңызды көрсеткіш P-ның Е-ге коэффициенті, яғни акцияның бағасы мен таза табысының қатынасы. Баға бөлінген пайда қатынасы инвестордың компанияның 1 теңге табысы үшін қанша төлейтінін және инвестицияның өтелуіне қанша уақыт кететінін көрсетеді. P-ның Е-ге қатынасының есептеудің классификациялық формуласы келесідей. P-ның Е-ге бөліндісі компанияның капитализациясы бөлінген жалпы пайда. Брокерлік бағдарламаларда немесе Google-да іздеп компанияның P-ның Е-ге қатынасын іздеп таба аласыз, немесе өзіңіз есептеуге де болады. Бар болғаны компанияның бағасын барлық жылдық пайдасына бөлесіз. Мысалы, компания P-ның Е қатынасы 20. Бұл акцияларды сатып алу кезінде инвестор 1 теңге таза пайда табу үшін 20 теңге төлеуге дайын екенін білдіреді. Ал егер компания дәл осындай пайда тапса, инвестордың инвестициясы 20 жылдан кейін толықтай өтеледі. P-ның Е-ге қатынасы коэффициентін пайдалана отырып, сіз компанияларды бір-бірімен немесе экономиканың белгілі бір секторындағы орташа мәнмен салыстыра аласыз. Жоғары P-ның Е-ге қатынасы бағаның кіріске қатысты жоғары екенін білдіреді. Акция тым жоғары бағаланады. Керісінше, төмен P-ның Е-ге қатынасы компанияның арзан бағаға сатылып жатқанын көрсетеді. Нарық мультипликаторлары бұл екі қаржылық көрсеткіш арасындағы байланысты көрсететін арнайы коэффициенттер. Олар инвесторларға акциялар бағасын талдауға және компанияларды бір-бірімен салыстыруға көмектеседі. P-ның Е-ге қатынасы негізгі коэффициенттердің бірі болып табылады. Бұл компанияның капиталдандыруының таза пайдаға қатынасы. P-ның Е-ге қатынасы инвесторларға компанияның қаншалықты әділ бағада сауда жасалып жатқанын түсінуге көмектеседі. Оны пайдалана отырып, сіз компания табысының әрбір теңгесі үшін қанша теңге төлеуге тура келетінін және акцияларды сатып алу шығындарын өтеу үшін қанша жыл қажет екенін анықтауға болады. Оңашалап алғанда, P-ның Е-ге қатынасы ештеңе көрсетпейді. Бұл жай ғана сан. Коэффициент негізінде дұрыс қорытынды жасау үшін оның мәнін негізгі бәсекелестермен салыстырған дұрыс. Қор нарығында кең таралған түсінік бар. Егер P-ның B-ға қатынасы орташа салалық деңгейден жоғары болса, онда компания нарықта артық бағаланған. Демек, оны сатып алу қауіпті. Қазір P-ның B-ға қатынасын қалай дұрыс пайдалану керектігін түсіндіремін. P-ның B-ға қатынасы екі бөліктен тұрады: компанияның капитализациясы және оның баланстық құны. P дегеніміз капитализация. Оны былай есептейді: P тең QS көбейтілген
PS. Мұндағы QS компанияның айналыстағы акцияларының саны. PS компанияның бір акциясының нарықтағы құны. Ал B дегеніміз компанияның баланстық құны. Баланстық құнның синонимі меншікті капитал, және егер акционерлік қоғам туралы айтатын болсақ, акционерлік капитал. Басқаша айтқанда, бұл кәсіпорынның меншікті қаражат көздерінен құралған активтері. Жалпы алғанда, меншікті капиталды компанияның активтері мен оның таза қарызы арасындағы айырмашылық ретінде есептеуге болады. Е бөлінген БВ коэффициенті меншікті капиталдың 1 теңгесіне қанша таза пайда алынғанын көрсетіледі. Яғни бұл меншікті капиталдың тиімділігі, рентабелділігі, немесе басқаша айтқанда ROE, меншікті капиталдың табыстылығы. Сонымен ROE акционерлер қаражатының компанияда жұмыс істеу жылдамдығы, ал R, кішкентай r, нарықтың табыстылық нормасы. Осылайша, P-ның B-ға қатынасы инвестор таба алатын нарықтық табыспен салыстырғанда акционерлер қаражатының өнімділігін көрсетеді. P-ның B-ға қатынасының осы ерекшелігіне байланысты қор нарығында жиі кездесетін қате түсініктердің бірін қарастырған жөн. Егер P-ның B-ға қатынасы салалық орташа деңгейден жоғары болса, онда компания нарықта артық бағаланған. Іс жүзінде бұлай болмауы мүмкін. Егер компанияда тұрақты жоғары ROE деңгейі болады деп болжанса, онда оның P-ның B-ға қатынасы салалық орташа деңгейден жоғары болуы әбден қалыпты жағдай. Бұл тек осы компаниядағы акционерлердің қаражаты көбірек жұмыс істейтінін білдіреді. Яғни, сол саладағы басқа компанияларға қарағанда тиімді. Осыны біле отырып, сіз P-ның B-ға қатынасы жоғары компаниялардың акцияларын сатып алудан қорықпайсыз. Өйткені енді сіз бұл акционерлердің қаражатын қажетті кірістілік нормаларына қатысты пайдалану тиімділігін білдіретінін білесіз. Жоғарыда біз P-ның B-ға қатынасы мен P-ның E-ге қатынасы туралы айттық. Бірақ компанияның бизнесін түсіну үшін P-ның S-ға қатынасы сияқты көрсеткішке назар аудармай толық болмайды. P-ның S-ға қатынасы компанияның нарықтық капитализациясының P, оның жылдық кірісіне S қатынасы, немесе компания өзінің қанша жылдық кірісіне тең. Оның салынған ақшаға не қатысы бар? Таза табысы жоқ, бірақ кірісі көп компаниядан инвесторға не пайда дейтін шығарсыздар. P-ның E-ге қатынасы компанияның таза табысына компанияны қанша уақытта сатып алуға болатынын көрсетеді. P-ның B-ға қатынасы компанияның активтеріне байланысты қаншаға сатып алуға болатынын көрсетеді. Ал P-ның S-ға қатынасы жайында көптеген аналитиктер мүлде айтпайды да. ROE компанияның барлық кірістерінің тиімділігі, компанияның таза табысы, E-ның компанияның барлық кірістеріне бөліндісі. Кірістер компанияның өнімдері мен қызметтерінің адамдарға қажет немесе керек емес екендігін көрсетеді. Кіріс деген товар немесе қызмет түрінің сатылуы. Егер сіздің товарды немесе қызметтеріңізді ешкім сатып алмаса, сіз адамдарға керек емес затты сатып жатырсыз. Егер адамдар сіздің товар мен қызметтеріңізді сатып алатын болса, онда ол зат немесе қызмет түрі шынымен адамдар үшін керек деген сөз. Бұл қағида әлемдегі барлық үлкен де кішкентай компанияларға қатысты. Apple компаниясының iPhone-дарын миллиардтаған адамдар $1,500 сатып алатын болса, демек ол адамдарға керек. Демек iPhone $1,500 лайықты. Егер менің курсымды мыңдаған адамдар 30.000 теңгеге сатып алса, демек ол адамдарға шынымен керек. Демек менің курсым 30.000 теңгеге лайық. Егер товар немесе қызмет түрі таза табыс әкелмейтіндей бағаға сатылатын болса, оны өндірудің логикалық мәні қалмайды. Ондай компаниялар көп ұзамай нарықтан кетеді, демек банкрот болады. Осы курсты толықтай қарай отырып, сіз өзіңіздің жеке ақшаңызды қалай дұрыс сақтап, қалай дұрыс инвестициялауды түсінесіз. Уақыт өте келе сіздің портфеліңізде тек қана акция мен облигациялар ғана емес, жеке жылжымайтын мүлік пайда болады, қолданатын жеке көлік пайда болады, мүмкін жеке бизнес болады. Оның барлығы сіздің жеке портфеліңізде есепке алынады. Акциялар жылдам капиталды көбейтуге көмектеседі, бірақ ол дәл солай жылдам азайта да алатынын ешқашан естен шығармау қажет. Егер сіздің жасыңыз 20-30 жас аралығында болса, сіз өз қаражатыңыздың көп бөлігін акцияларға салуыңызға болады. Бірақ жасыңыз өскен сайын сізге тәуекелді азайту керек. Яғни капиталыңызды қауіп-қатерден қорғау керек.
Еске салайын, ең қауіпсіз инвестиция ол жылжымайтын мүлік. Оны ерте замандағы адамдар да түсінген. Сондықтан басты мақсат үлкен капитал құрып, қартайғанда портфеліңіздің ең үлкен бөлігі жылжымайтын мүлікте болатындай әрекет жасау керек. Осылайша біз келесі тақырыпқа көшеміз. саламатсыздар ма? Мен бүгін компаниялардың қаржылық есептерін қалай талдау керегін, қалай компанияға анализ жасау керегін көрсетемін. Осы видео арқылы, себебі жаңағыдай анимациямен көрсету ол мүмкін емес болатын еді. Сол үшін мен сіздерге түсінікті болу үшін және маған түсіндіруге оңайырақ болу үшін осындай форматпен бір сабақ жазамын. Жаңағы айтып өтілген компаниялардың мультипликаторларын қалай есептеуге болатынын да осы жақтан көрсетемін. Ә, Кез келген компанияның қаржылық есебін табу үшін жай ғана Google-ға кіресіз да финансовый отчет, қай компания отчетін көргіңіз келсе, сол компанияның атын жазасыз және қай жылғы отчеты керек, мысалы 2023 жылғы есебі керек бізге. Себебі қазір 2024 жыл, ал 2024 жылдың қаржылық есебі 2025 жылы бірақ шығады. Сол үшін бізге 2023 жылғы қаржылық есебі деп жазамыз да, финансовый отчет Эйр Астананы мысалға келтіріп, мен сіздерге көрсетемін. Міне шығады, новости о финансовый отчет Эйр Астана деген. Бұл басқа үшін жаңалықтар. Мына ең бірінші тұрған вкладканы аламыз. Мына үшін жаңалық, оны есептемейміз. Ең бірінші тұрған вкладканы басасыз. Кез келген компанияның қаржылық есебін осылай табуға болады. Немесе сол компанияның акциялары орналастырылған биржаларда, өздерінің сайтарында әр компанияның қаржылық есептерін салып отырады. Мысалы, Эйр Астананың қаржылық есептері касседе де бар. Міне финансовый отчетность Эйр Астананы басамыз. Эйр Астана компаниясының сайтына өткізеді бізді. Міне airastana.com. Осы жерде міне финансовый отчет за первый квартал 24 года. Ол 2024 жылдың бірінші кварталы ғана. Яғни 3 ай ғана. Маған ол керек жоқ, маған 1 жылдық есебі керек өткен жылға. Сол үшін финансовый отчет за 2023 год дегенді басам. Мына жақта. Осындай документ қылып ашады менде. Сізге негізі үйрену үшін, бүткіл қаржылық анализін жасап, компанияға баға беріп үйрену үшін, ең алдымен сіз белгілі өзіңізге ұнайтын компанияның осындай отчетін тауып аласыз интернеттен, скачать етіп, ашасыз, сөйтесіз да басынан аяғына дейін оқып шығасыз. Хотя бы бір компанияның отчетін солай оқып шықсаңыз, сіз көп нәрсені түсінесіз, көп терминдармен танысасыз. Міне, акционерное общество Эйр Астана, консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2023 года. Неге бұны жазып жатыр деп ойлайсыздар, себебі мысалы айтуларыңыз мүмкін, и так бәрі түсініп тұр ғой, 31 декабрьде 2023 жылы бітетінін деп. Бірақ бұлай жазуларының негізгі себебі әртүрлі компаниялардың қаржылық жылдары әртүрлі уақытпен есептеледі. Мысалы, Эйр Астананікі кәдімгі жыл сияқты есептеліп тұрса, бір компанияның қаржылық жылы, ол кәдімгі жыл емес, қаржылық жыл. Ол мысалы 3-ші айда басталуы мүмкін. Сөйтіп келесі 25-ші жылдың 3-ші айында, яғни наурызда ол компанияның 2024 жылғы қаржылық жылы бітеді. Әр компанияда өзінің уақыты бар. Кейбіреулері тіпті 9-шы айда басталады да 2024 жылдың. Сөйтіп 2025 жылдың 9-шы айында 24-ші қаржылық жылы бітеді. Сол үшін бұл жерде әр компания өзінің қашан бітетінін, қашан басталғанын есептегенін жазып отырады. С отчетом независимого аудитора. Аудитор деген тәуелсіз аудиторлар керек, себебі олар компанияға тым қатысы болмау керек. Олар сол отчетқа қаржылық есепке өздері бөлек мненияларын, өздерінің ойларын осы аудит жасайды, аудиторлар. Сонда инвесторлар
тәуелсіз эксперттің ойымен таныса алады. Содержание, бяхта подтверждение руководства об ответственности за подготовку и утверждение консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря. Аудиторский отчет независимых аудиторов, консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2023 года. Консолидированный отчет о прибыли или убытке. Бізге осы ең маңызды керек. Консолидированный отчет о прочем совокупном доходе. Бұны өткізіп жіберуге де болады негізі. Бірақ негізі бәрін оқып шықсаңыз дұрыс болады. Мен сізге тезірек түсіндіру үшін өткізіп жіберемін. Консолидированный отчет о финансовом положении, консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале, осы маңызды. Консолидированный отчет о движении денежных средств. Компанияның ішіндегі ақшаның счеттан счетқа немесе басқа компанияларға жіберілген ақшаның ізі. Примечание к консолидированной финансовой отчетности. Осы отчетқа есепке нелер қосымша ақпараттар. Ол 17-ші бет пен 78-ші беттің аралығында. Бізге ең бірінші, ең маңыздысы ол консолидированный отчет о прибыли и убытке 11-ші бет. Мына жақта бәрі жазылған, эксперттің несі, ойы. Мына жақтан оқып шықсаңыз бәрін түсінуге болады. Выручка группы в основном представлена выручка от пассажирских перевозок, которая признается в момент предоставления транспортных услуг клиентам. Кроме того, в консолидированной финансовой отчетности группа признает доплатные обязательства по программам лояльности клиентов, которые относятся к баллам, начисленным участникам программы Nomad Club. Выручка признается, когда баллы использованы и основное обязательство к исполнению, относящееся к использованным баллам, выполнено. Осылай бұл эксперттің өзінің мнениялары жазылған бұл жақта. Бұны өткізіп жіберуге де болады. Ол ең маңызды емес негізі. Ең маңыздысы мына жақта компанияның табыстары. Всего выручки и прочих доходов 535 миллион 169 мың 502 деген бұл. Осыдан кейін тағы 3 нөлді жазасыз. Бұлар осы есепте оңайырақ жазу үшін 3 нөлді алып тастайды. Яғни 1000 теңге деп жазып қойған мына жерде. 1000 теңге деген мынаның артында тағы 3 нөл бар деген сөз. Яғни 535 миллион емес, 535 миллиард 2023 жылы бүткіл кірістері. Таза табыс емес, бұл таза табыс емес, бұл бүткіл кірістер, шығымдарды есептемеген. Шығындарды есептегенде все операционные расходы. Міне бүткіл шығындары, мынау все выручки и прочих доходов деген, мынау бүткіл кірістері, компанияның бүткіл табыстары. Әлі налог та төленген жоқ бұл табыстан, бәрі бүткіл табысы просто 535 миллиард. Ал 2022 жыл 477 миллиард, 2021 жыл 324 миллиард болған. Енді всего операционные расходы деген 473 миллиард 883 миллион. Бүткіл шығындар, яғни 535 миллионнан 473 миллионды алып тастаймыз. Миллиард тапсаймыз, сонда бізде 61 миллиард қалады. Операционная прибыль 61 миллиард 286 миллион. Операционная прибыль бұл. Яғни бүткіл табысы мен бүткіл шығындарының айырмасы, ол таза табыс, операционный прибыль. Бұл таза табыс емес, бұл операционный прибыль. Таза табысы салықтарды төлегеннен кейін бар есептеледі. Бұл операционный прибылі осы бүткіл табыстар мен бүткіл шығындарының айырмасы. Кейбір компанияларда ол минусовой сандар болуы мүмкін, себебі компания табыс емес, наоборот, шығынға ұшыраған, бір жыл бойы ешқандай табыс таппаған деген сияқты болуы да мүмкін. Сол үшін мұқият боламыз, минустарына, плюстарына бәріне мән береміз. Основные финансовые доходы. 6 миллиард. Финансовые расходы 22 миллиард. Убыток от курсовой разницы.
курсовой разницадан шығындар, мысалы бұлар Эйр Астана тек қана теңгеге ғана сатпайды ғой билеттерін, долларға сатады, басқа елдерден ұшып келіп жатқан адамдарға. Сол үшін теңгенің долларға, евроға курстың разницасынан шығынға ұшыраған болуы мүмкін. Прибыль до налогообложения деген, мысалы мына бәрі расходы, доходы деген бәрін алып тастайды мына операционный прибыльдан. Сонда прибыль до налогообложения 38 миллиард болады. 38 миллиард табыс. Осыдан расход по подоходному налогу деген 8 миллиарды 38 миллиардтан алып тастайды. Сонда таза табысы прибыль за год деген 30 миллиард 739 миллион теңге. Яғни мына жерде жазып қойған прибыль на акцию базовая и расчлененная деп теңге. Мына жерде 100 теңге, 100,454 теңге. Яғни бір акциясы қазіргі таңда мен осы видеоны жазып жатқан кезде 814 доллар тұрады. Эйр Астана 814 теңге тұрады Эйр Астананың бір акциясы. Ал Эйр Астананың бір акциясының таза табысы онда акцияға шыққанда бір акцияға шыққанда 100 теңге. Яғни 800 теңгеге сатып аласыз, сіздің таза табысыңыз 100, яғни 800-ді 100-ге бөлесіз, 8 болады. Бұл дегеннің P-ның E'ге бөліндісі, мультипликатор P-E деген. Компанияның бір акциясының бағасы мен компанияның бір акцияға шыққанда таза пайдасы бөлінгенде P-ның E'ге қатынасы шығады. Берді сонда 800-ді 100-ге бөлсең 8 қалады. Яғни 8 жылда компания өзінің таза табысына өзін өзі ақтай алады. 8 жылда өзін ақтай алады деген сөз Эйр Астана компаниясы. Дәл қазіргі бағамен егер акциялар сатылып жатса. Енді P-ның B-ға қатынасы деген. Оны мына жерден қазір іздеп отыру қиын болып тұр, маған уақыт жоқ та қазір. Балансовый стоимость деген, компанияның баланстық құны деген. Ол да негізі интернетте барлық компанияларынікі дайын жазылып тұрады. Оны мына жақтан іздеп басыңызды ауыртпай қойсаңыз да болады. Мысалы кіресіз Эйр Астана дейсіз да, мысалы Эйр Астана кашеде бар. Каше деп жазасыз. Міне Эйр Астана фондовая биржа Казахстана, Эйр Астана мінекей. Осы жерде акционеры деген, ценные бумаги дегенді түсесіз, финансовые показатели деп басасыз. Сонда мына жерде жазылып тұрады уставной капитал деген. Компания енді ашылғанда уставной капитал деген болады. Учредительдары бәрі ақша жинайды да, соны уставной капитал деп айтады. Собственный капитал деген 145 миллиард. Совокупный актив 673 миллиард. Совокупные обязательства 527 миллиард. Собственный капитал деген совокупный активтары 673 миллиардынан бүткіл қарыздарын алып тастағанда 527 миллиардты. Сонда собственный капиталы 145 миллиард шығады. Яғни бізге керегі қазір балансовая стоимость простой акции. Мысалы бір акцияның баланстық құны ол дегенің 404. Яғни 800 теңге тұрса компания, оны 404-ке бөлсек 2 қалады. Дұрыс па? Сонда P-ның B-ға қатынасы 2 деген сөз. Ал P-ның S-ға қатынасы, ол мына жақта финансовый отчетта бар бізде. Жаңағы мен ашқан страницам қайтеді. Міне мына жақта жазылып тұр. P-ның S-ға қатынасы. Бүткіл выручка, бүткіл табыстар, бүткіл кірістері 535 миллиард. Ал компанияның өзінің бағасы қанша дедік біз? Оны былай есептеуге болады. Сколько акций? Количество акций. 356 миллиард 356 миллион 526 мың 315 штук. Осыны калькулятор дейміз ме? Калькулятор. Онлайн калькулятор. Етіп ашамыз. Онда жазамыз.
350 qancha berdi? 356 million. 356 million. Kalkulator. 356 million. 356 million deb жазылса yaxshi ма? Көбейтеміз. 356 million. Көбейтеміз. 814 теңге тұрады қазір бір акциясы. Ал бүткіл акциясының саны 356 million. Тең 289 миллиард 784 мың 784 миллион болады. Ол бүткіл капитализация 289 миллион деген. Енді 289 миллиардты бізге мынаған бөлу керек. 535 миллиардқа. 535 миллиардқа бөлу үшін бөлесін 535 миллиард тең болады 0,5. Яғни P-ның S-ға қатынасы 0,5 болып тұр. Эйр Астана компаниясы. Мінекей достар, осылай бүткіл мультипликаторларды есептеуге болады. Жай ғана ерінбей өзіңізге ұнайтын компанияның осындай қаржылық жылдық есебін алып, есептеп көріңіз. Сонда бұл сізге жақсы бір тренировка болады. Өзіңіз кейін акцияларға өзіңіз баға беріп үйренесіз. Себебі сіз егер бұны үйренбесеңіз, сіз басқа адамдардың кеңесіне тәуелді болып қаласыз. Сізге басқа біреу мына акцияны сатып ал деп айтпаса, сіз ол акция туралы ешқашан білмейсіз. Ол компанияға өзіңіз баға бере алмайсыз. Ол компанияға өзіңіз анализ жасай алмайсыз. Ол компания қашан өзін-өзі ақтайтынын біле алмайсыз. Ол компания қазір жағдайы қандай екенін біле алмайсыз. Компанияның қарыздары қанша екенін біле алмайсыз. Компанияның қанша табысы бар екенін біле алмайсыз. Осы қаржылық анализді, фундаментальный анализді жасап үйрену керек. Бұл сізде инвестициялық жолыңызда өте пайдалы қасиеттердің бірі болады. Сізге кеңес беремін, осылай өзіңізге бір ұнайтын кез келген компания, ол Apple компаниясы болуы мүмкін, Microsoft, Қазтрансойл, Қазақтелеком, Каспий, Freedom Finance, бүткіл кез келген компания, өзіңізге ұнайтын компанияның немесе бүткіл Қазақстан қаржы нарығындағы бүткіл компаниялардың осындай жылдық қаржылық есептерін қарап шықсаңыздар, сізге жақсы сабақ болады. Сол үшін достар, ерінбейміз. Осылай әр компанияның акцияларын сатып алардың алдында осындай анализ жасап үйренеміз. Сонда бұл бізге табысымызды көбейтуге үлкен бір септігін тигізеді. Рахмет. Курсты ары қарай көруді жалғастырыңыздар. Мен қазір аяқтаймын. ETF-тер және оны қалай жеу керек? Достар, ETF-тер туралы түсіну үшін оны ойлап тапқан адам туралы айту өте маңызды. Ендеше Джон Богл бұл затты студент кезінде ойлап тауып, дипломдық жұмысын қорғап шыққан. Джон Богл американдық кәсіпкер, алғашқы индекстік қорды құрушы және The Vanguard Group компаниясының негізін қалаушы және бұрынғы бас директоры. Бірінші, шөптен ине іздеме, бүкіл шөпті сатып ал. Джон атаны 1976 жылы американдық S&P 500 индексінің динамикасын көшіре отырып, әлемдегі алғашқы индекстік қорды құруға келген идея. Джон Богл нарық қозғалысын болжау, бүкіл нарыққа бірден инвестициялаудан гөрі тиімді емес деп шешті, және ол дұрыс болып шықты. Богл бастапқыда жоспарланған $150 миллион орнына бар болғаны 11 миллион жинай алғанымен, 1982 жылы басқарудағы қаражат көлемі $100 миллион, ал 1988 жылы $1 миллиард асты. Екіншіден, инвестициялау тәуекелді қамтитынын білеміз, бірақ біз инвестицияламау қаржылық сәтсіздікке әкелетінін де білеміз. Инвестиция тәуекелмен байланысты болса да, инвестицияламауды таңдау инфляцияға байланысты қаражаттың жоғалуына әкеледі. Дегенмен тәуекелдерді де ескеру қажет. Богл сенімді компаниялардың акциялары мен облигацияларын жақсы инвестиция деп санады, бірақ Джонның криптовалютаға теріс көзқарасы болды. Оба сияқты биткоиндерден де аулақ болыңыз. Мені түсіндіңіз бе? Биткоин сіз оны сатып алғандарыңыздан қымбатқа сатасыз деген үміттен басқа ештеңені қолдамайды.
Үшіншіден, егер сізге қор нарығында өз капиталыңыздың 20%-ын жоғалтуды елестету қиын болса, акцияларға инвестиция жасау сіз үшін емес. Егер сіз көп тәуекелге баруға дайын болмасаңыз, демек ықтимал үлкен шығындарды қабылдауға дайын болмасаңыз, қысқа мерзімге жоғары тәуекелді активтерге инвестициялау сіздің таңдауыңыз емес. Ал биржалық қорларға инвестициялар ұзақ мерзімді перспективада жақсы өсуді көрсетеді. Төртінші, импульс сіздің жауыңыз. Инвестициялық бағдарламаңыздан эмоцияларды жойыңыз. Болашақ табысқа қатысты ақылға қонымды үміттерге ие болыңыз және маусымдар өзгерген сайын бұл үміттерді өзгертуден аулақ болыңыз. Суық, қараңғы қыстар жарық, жылы күндерге жол береді. Боглдың пікірінше, ақылды инвестор нарықтағы ауытқуларға және ағымдағы ауытқуларға қарамастан өзінің таңдаған стратегиясын ұстануы керек. Ал бұны істеу үшін қате шешімдерге әкелетін эмоциялардың жетегінде кетпеу керек. Бесіншіден, инвестициялау сіз ойлағаннан оңайырақ. Табысқа жету үшін бірнеше дұрыс қадамдар қажет және үлкен қателіктер болмайды. Богл табыс табу үшін эмоцияларыңызды бақылау, ашкөздік пен қорқыныштан аулақ болу, шығындарыңыз бен тәуекелдеріңізді бақылау, портфеліңізді дұрыс диверсификациялау, шыдамдылық таныту және ұзақ мерзімді инвестициялау қажет деп есептеді. Ең бастысы, нарықты жеңу мүмкін емес екенін түсіну және уақытында жақсы нәтижемен тоқтай алу. Сонымен ETF дегеніміз белгілі бір индексті қайталайтын фонд, яғни әлемдегі 500 үлкен компанияның индексі бар. Соның құрамында барлық 500 компанияны сатып алатын фондты ETF дейді. ETF-тердің сан алуан түрі бар. Біреуі американдық компанияларға инвестициялайды, екіншісі Европа елдеріне инвестициялайды, үшіншісі Азия елдерінің компанияларына инвестициялайды. Дәл сондай фонд Қазақстан акцияларында да бар. Оның құрамында әзірге тек 7 компания ғана бар. Ол фондтың атауы немесе тикері IE FXPF. Ал әлемдегі ең танымал ETF-тің атауы S&P 500. Ол ETF-тің ішінде американдық ең үлкен 500 компания бар. Сол ETF-ті сатып ала отырып, сіз бірден 500 компанияға инвестиция жасаған болып есептелесіз. Оның тикері VOO. ETF сатып алу жеке компанияның акциясын сатып алуға қарағанда қауіпсіздеу. Себебі бір компанияның акциясы өссе, екіншісінікі түседі, үшіншісі банкрот болады, төртіншісі өте қатты қымбаттайды. Сол арқылы сізде қауіп азырақ болады. Сонымен қатар сіздің портфеліңіз бірден диверсификацияланған болады. Себебі 500 компанияның әрқайсысы әртүрлі салада жұмыс істейді. Энергетика саласы, ритейл, транспортировка саласы, IT саласы сияқты әртүрлі салаға сіз бір ETF-ті сатып алу арқылы инвестиция жасайсыз. Сол үшін Джон Боглге рахметіміз шексіз болу керек. Облигациялар дегеніміз не? Негізгі терминдер. Облигация бұл қор биржасында сатылатын биржалық бағалы қағаз. Оны бонд деп те атайды, ағылшынша. Облигация қалай жұмыс істейді? Инвестор қарызға ақша беріп, облигация алады. Қарыз алушы облигация бойынша қарызды келісілген мерзімде қайтаруға және пайыздар, яғни купондық кірісті төлеуге міндеттеледі. Облигацияларды мемлекет немесе компания шығарады. Банктен кредит алумен салыстырғанда облигацияларды шығару тиімді болып табылады. Облигацияларды шығару эмиссия, ал оларды шығарған тұлға эмитент деп аталады. Бағалы қағаздар қор биржасында немесе ұйымдастырылмаған нарықта орналастырылады және сатылады. Бондтың бастапқы құны номинал деп аталады. Облигациялар биржада сатыла бастаған кезде олардың бағасы өзгеруі мүмкін. Көбінесе облигацияларды сатып алудың минималды сомасы белгіленеді. Бір облигация сатып алу мүмкін емес. Облигацияларда олардың жарамдылық мерзімі жазылады. Облигация мерзімі аяқталғанда эмитент инвесторға номиналдық құнын қайтарады, яғни бондты өтейді. Қағаз мерзімі аяқталғанға дейін сіз белгіленген кезеңділікпен, мысалы жылына 2 немесе 4 рет
3 айда бір рет купондық кіріс аласыз. Облигациялардан акциялардан қандай айырмашылығы бар? Акцияда бағалы қағаз болып табылады, бірақ акцияны сатып алған кезде сіз қарызға бермей, сатып алынған акцияларға сәйкес компанияның ортақ иесі боласыз. Мысалы, 2% акция иесі компанияның 2%-ын иеленеді. Акция шығарудың мақсаты облигация шығарумен бірдей. Компания өз қызметін қаржыландыру үшін қаражат алады. Бағалы қағаздардың негізгі айырмашылықтары: облигацияда инвестор қарыз беруші болып есептеледі, ал акцияда инвестор бизнес иесі болып есептеледі. Облигацияда инвесторға төлемдер тұрақты купондық кіріс. Оның мөлшері эмитенттің қаржылық нәтижесіне тәуелді емес және тек төтенше жағдайларда ғана, мысалы, компанияның банкроттығы немесе қайта қаржыландыру кезінде өзгереді. Ал акцияларда төлемдер дивидендтер. Бұл компанияның пайдасының бір бөлігі. Компания дивидендтерді өз қалауынша төлейді. Олардың мөлшерін өзгерте алады немесе мүлдем төлемейді. Жарамдылық мерзімі бойынша облигация шектеулі, ал акциялар компанияның әрекет ету кезеңінде ғана жарамды болады. Инвестордың тәуекелдері облигация кезінде минималды. Банкроттық жағдайында компанияның мүлкі сатылып, қаражат инвесторға төленетін қарыздарды өтеуге жұмсалады. Ал акция жағдайында инвестордың тәуекелі, егер компания банкроттыққа ұшыраса, салынған ақша жоғалуы мүмкін, арзандауы мүмкін. Облигациялар сенімді және болжамды, бірақ олардың кірістілігі акцияларға қарағанда төмен. Облигациялардың түрлері: эмитент бойынша келесі түрлері бар: мемлекеттік, муниципалдық, корпоративтік, инвестициялық және құрылымдық. Мемлекеттік облигациялар бұл ірі жобаларды жүзеге асыру немесе елдің экономикалық жағдайын жақсарту мақсатында мемлекет шығаратын қағаздар. Эмиссияны ұлттық банк пен Қазақстан Республикасының қаржы министрлігі жүзеге асырады. Олар міндеттемелер бойынша да жауап береді. Сондықтан бұл облигациялар ең сенімді болып табылады, бірақ табыстылығы соған орай төмен. Муниципалды облигацияларды шығарумен жергілікті атқарушы органдар айналысады. Осылайша олар қалалық абаттандыру сияқты жобаларға инвестиция тартады. Корпоративтік облигацияларды бизнесті дамытуға қаражат қажет ететін компаниялар шығарады. Инвестициялық және құрылымдық облигацияларды банктер, брокерлер, басқарушы компаниялар шығарады. Олар ақшаны басқа инвестициялық құралдарға салады. Мерзімі бойынша келесі түрлері бар: қысқа мерзімді, қолданылу мерзімі 1 жылға дейін, орта мерзімді 1 және 12 жыл аралығында, ұзақ мерзімді 12 және 49 жыл аралығында және мерзімі шектеусіз 49 жылдан астам. Облигациялардан қалай пайда табуға болады? Қағазды сатып алудан түскен кірісті бірнеше жолмен алуға болады. Купондық кіріс алу, облигацияны жоғары бағамен сату, бондты жеңілдікпен сатып алу, яғни облигация арзандағанда сатып алу, мерзімі біткенше ұстап отыру. Купондық кіріс: қағаз ұстаушы эмитенттен облигация өтелгенге дейінгі номиналды құнның пайызын алады. Әдетте мөлшерлеме тұрақты және бүкіл жарамдылық мерзімі ішінде өзгермейді. Мысалы, сіз купон мөлшерлемесі жылдық 20% болған кезде номиналды 100 мың теңгелік облигацияларды сатып алдыңыз. 1 жыл ішінде эмитент компания келесі соманы төлейді. 20% көбейтілген 100 мың, тең 20 мың теңге. Кейде мөлшерлеме тұрақты болады, яғни әртүрлі кезеңдегі облигациялардың кірісі әртүрлі болуы мүмкін, бірақ ол алдын ала белгіленген. Бірақ өзгермелі купон алдын ала белгіленбейді және облигацияның қолдану мерзімі ішінде өзгереді. Өзгермелі купон сомасы, мысалы, ұлттық банктің мөлшерлемесі сияқты әртүрлі көрсеткіштерге байланысты болады. Облигацияны жоғары бағамен сату: облигация ұстаушысына бағалы қағазды айналыс мерзімі аяқталғанша міндетті түрде сақтау қажет емес. Оны жоғары бағамен қайта сатуға болады. Мысалы, сіз номиналды құны 150 мың теңге құрайтын облигацияны сатып алдыңыз. Сауда барысында олардың бағасы 170 мың теңгеге дейін өсті. Егер сіз қағаздарды сататын болсаңыз, онда қосымша табыс 20 мың теңге және сол облигацияны иелену уақыты үшін төленген купондарды құрайды.
Бондты жеңілдікпен сатып алу. Егер сіз қағазды номиналдан төмен бағамен сатып алсаңыз, онда сіз облигацияны өтеген кезде номиналға дейінгі айырманы және купондық кірістің қалған бөлігін аласыз. Мысалы, облигация номиналы 1500 теңге. Сіз оны баға 1300 теңгеге дейін төмендегеннен кейін сатып алдыңыз. Онда өтелгеннен кейін пайда 200 теңге айырмашылықты және плюс қағазға ие болған кезеңдегі купондық кірісті құрайды. Облигациялар инвестициялаудың ең қауіпсіз нұсқаларының бірі болып табылады. Бірақ мұнда да тәуекелдер бар. Инфляция, дефолт, қайта құрылымдау, өтемділіктің төмендеуі. Инфляция, егер облигация кірістілігі инфляциядан төмен болса, инвестор ақша таба алмайды. Ал мөлшерлеме инфляция деңгейіне тең немесе одан сәл жоғары болған кезде, инвесторға тек қаражатты үнемдеуге мүмкіндік береді, бірақ пайда әкелмейді. Дефолт тәуекелі. Эмитент банкроттыққа ұшырауы және инвестор алдындағы міндеттемелерді орындамауы мүмкін. Қарызды қайта құрылымдау тәуекелі. Егер эмитенттің қаржылық жағдайы нашарласа, ол облигациялық міндеттемелерді төлеу шарттарын өзгерте алады. Бұл купон мөлшерлемесін, төлем мерзімдерін, қарыз сомасын өзгертуі, облигацияларды компанияның басқа бағалы қағаздарына айырбастауды ұсынуы мүмкін. Өтімділік тәуекелі. Егер сіз облигацияларды сатудан ақша тапқыңыз келсе, оларды әділ бағамен сата алмау тәуекелі әрқашан бар. Әсіресе эмитент белгісіз компания болса, немесе ол қаржылық қиындықтарға тап болса, тәуекел деңгейі жоғары болады. Облигацияларды қалай сатып алуға болады? Облигацияларды сатып алудың екі негізгі тәсілі бар. Бірінші, инвестициялық платформалар арқылы сатып алу. Сайт немесе брокерлік мобильді қосымшасы арқылы жүзеге асырылады. Осындай платформалардың көмегімен шет елдік компаниялардың облигацияларын сатып алуға болады. Екінші, Қазақстан қор биржасы арқылы. Бірақ жеке тұлға брокерлік шотты тікелей аша алмайды. Биржаға қол жеткізу үшін брокерлік компанияға жүгіну керек. Олар туралы мен курстың бас жағында айтып өткенмін. Сол тарауға оралып, қайта қарап шықсаңыз болады. Немесе Google атадан қазақстандық брокерлер тізімін сұрасаңыз да болады. Әйтпесе мен жарнама жасаған болып кетемін. Күрделі пайыздар, алтынның 5 саны және қаржылық кеңестер. Достар, біз қаржылық сауаттылық пен инвестицияның ең қызықты тарауына келіп жеттік. Күрделі пайыздар. Алдымен қарапайым пайыз не екенін айтып өтейін. Есептеудің бұл түрінде пайыздар салымның бастапқы сомасына ғана есептеледі. Формула S тең P көбейтілген R көбейтілген N бөлінген T көбейтілген 100%. Мұндағы S мерзім аяқталғаннан кейінгі пайыздар сомасы. P салымның бастапқы сомасы. R жылдық пайыздың мөлшерлемесі. N депозитті орналастыру күндерінің саны. T бір жылдағы күндер саны. Мысалы, сіз 180 күнге жылдық 15%бен 5 миллион теңге салдыңыз. Сонда сіздің осы кезеңдегі табысыңыз келесідей болады. S тең 5 миллион көбейту 15% көбейту 180 күн. Бөлінген 365 күн көбейтілген 100%. Тең болады 369.863 теңге. Есептелген пайыздарды банк салымшыға шартта белгіленген кезде, мысалы, депозит мерзімінің соңында 90 сайын немесе ай сайын төлейді. Сондықтан қарапайым пайыздар есептелетін салымдар жалақыға немесе зейнетақыға қосымша табысты алғысы келетін адамдар үшін тиімді болады. Күрделі пайыз. Күрделі пайыздың қарапайым пайыздан айырмашылығы, банк есептелген пайыздарды салымшыға жібермей, оларды депозиттің негізгі сомасына қосады. Келесі кезеңде сыйақы тек салымның бастапқы сомасына ғана емес, оған қоса түскен пайыздарға да есептеледі. Сондықтан табыс геометриялық прогрессияда өседі. Ол капиталдандыру деп аталады. Мысалы, сіз жылдық капиталдандырумен жылдық 15%бен 1 миллион теңге депозит аштыңыз. Бір жылдан кейін банк сізге 150 мың теңге пайыз есептейді. Келесі жылы пайыздар осы 1 миллион 150 мың сомасына есептеледі. Сондықтан депозит 172.500 теңгеге өседі. Үшінші жылы пайыздар
1.322.500 теңгеге есептеледі. Сонда сіз 198.375 теңге пайыздық табыс аласыз. Осылайша сіз 4 жыл 8 ай ішінде бастапқы 1 миллион теңгеңізді 2 миллион теңгеге айналдырасыз. Мен сіздерге түсінікті болу үшін банк депозитін есептедім. Негізінде күрделі пайыздар қор биржасында өте жақсы нәтиже көрсетеді. Уоррен Баффет ата естеріңізде ме? Ол да өзінің миллиардтаған капиталын осы күрделі пайыздарды дұрыс пайдалану арқылы жасаған. Инвестициямен айналысқанда ең бастысы сіздің салатын ақшаңыз бен оның 2 еселенетін уақыты болып табылады. Оны есептеу оп-оңай. Бар болғаны портфеліңіздің жылдық өсу пайызын 72 санына бөлесіз. Сонда сіздің капиталыңыз қанша жылда 2 еселенетінін түсінесіз. Мысалы, сіздің портфеліңіз жыл сайын 20%-ға өсіп отырады. Онда сіздің капиталыңыз 3 жыл 6 ай ішінде 2 еселенеді. Егер сіздің капиталыңыз 10 миллион болса, 3,5 жылдан кейін 20 миллион болады. Тағы 3,5 жылдан кейін 40 миллион болады. Тағы 3,5 жылда 80 миллион болады. Осылайша 10 жылдың ішінде сіздің алғашқы 10 миллион теңге 80 миллион болады. Егер сіз тағы 20% табыстылықпен 3,5 жыл инвестицияласаңыз, сіздің капиталыңыз 160 миллионға айналады. Демек, менің қаржылық бостандыққа жетуім үшін 10 миллион теңге 15 жыл және табыстылығы жыл сайын 20% болатын инвестициялық құрал ғана қажет. Достар, сіздер бұл сабақта тек күрделі пайыздар туралы ғана біліп қоймай, әртүрлі қаржылық пирамидаларға алданбаудың амалын түсіндіңіздер. Себебі сіздерді алдайтын алаяқтар айына 10, 20, 50, 100, 200%-ға дейін пайда табыс алып келетін инвестиция жаса деп ұсыныс жасайды. Ал сіз енді 20%-ық жылдық өсім табудың өзі көп екенін білесіздер. Егер сізге шынымен біреу айына 100% табыс төлейтін болса, олар көп ұзамай өздері банкрот болатынын білесіздер. Егер сол алаяқтар шынымен айына 10% табудың жолын білсе, олар баяғыда әлемдегі ең бай адамдарға айналатын еді. Және сіздің 100 мың теңгеңіз оларға керек те болмас еді. Достар, осы курсты толықтыру үшін сізге Вавилондағы ең бай адам деген кітаптағы жазылған алтынның 5 заңы туралы айтып бергім келеді. Бірінші, алтын болашақта ойлағандардың қолына түседі. Бұл сіздің табысыңыздың 1/10 бөлігін үнемдеу және ақшаны ақылмен инвестициялау дегенді білдіреді. Заңда мұндай адамға алтын тартылады деп жазылған. Неғұрлым көп ақша жинасаңыз, соғұрлым ол сізге жақсы жұмыс істейді және көбейеді. Екінші, алтын тек ақшаны көбейтетін, тиімді іске салатын адамды қанағаттандырады. Дана адам ақшаны өзіне қызмет еткізеді. Аркадтың ұлы Намазир өзінің алғашқы табысты инвестициясын Вавилонның жаңа және күшті қала қақпалары үшін қалайы мен мыс өндіруге қатысу деп атайды. Үшінші, алтын өзін қорғайтын қожайынды жақсы көреді. Тәжірибелі адамдардың кеңесіне сүйене отырып, ақшаңызды қорғаңыз. Инвестицияны абайлап жасаңыз, қауіптерге мән беріңіз. Қаржылық инструменттер жайында көбірек ақпарат іздеңіз. Вавилон қабырғалары тарауында қарт жауынгер Банзар қоршаудың соңғы күндеріне дейін қала бекінісінің төтеп беретініне және жаудың Вавилонға кірмейтініне сенімді болды. Ол басқаларды да сабырға шақырды. Ол қателеспеді. Автор кітаптың осы бөлігінде бізді қорғануға деген ұмтылыс, оның ішінде қаржылық қорғаныс адамның табиғи принципінің негізінде жатыр және оған кез келген қайғылы оқиғалардың алдын алуға көмектеседі деген қорытындыға келеді. Төртінші, алтын өзі білмейтін істерге ақша салатын адамдардан кетеді. Бұл заң алдыңғысынан шығады. Ақша сізге таныс емес, бизнесте жұмыс істемейді. Түсінбейтін нәрсеге ақша салмау керек. Аркадтың мұрагері күмәнді сауда мәмілелері мен ат жарыстарына ақша жұмсай салды. Бесінші, алтын егер оны қауіпті істерге немесе шытырман оқиғаларға салса, жоқ болып кетеді. Инвестициялар туралы аңғал идеяларға байланысты ойластырылмаған және еліктіретін кез келген нәрседен аулақ болу керек. Сізге өте қысқа мерзімде үлкен пайда әкелуге уәде беретін нәрсеге инвестиция салмаңыз. Кез келген байлық
дәл солай тез кетеді. Иесіне шынайы қуаныш пен қанағат сыйлайтын байлық бірте-бірте келіп, берік білім мен еңбекке негізделген. Достар, біз күнделікті өмірімізде әртүрлі адамдардан кеңес естиміз. Олардың ішінде отбасы туралы, жұмыс туралы, ақша туралы кеңестер бар. Бірақ елдің бәрінің кеңесін тыңдай беруге болмайды. Сізге кеңес беріп жатқан адамның беріп жатқан кеңесінің саласында оның қаншалықты білімі бар екенін анықтап алыңыз. Отбасы туралы кеңес беріп жатқан адамның өзінің отбасы қаншалықты бақытты екеніне мән беріңіз. Қаржылық кеңес беріп жатқан адамның қаншалықты қаржылық сауатты екенін көріңіз. Ол ақшасын қаншалықты тиімді инвестициялап жатқанына мән беріңіз. Адамның өміріндегі ең маңызды сала туралы кеңесті етікшіден сұрамайды. Ол нағыз ақымақтық болар еді. Егер сіздің айналаңызда ондай сауатты бай адамдар болмаса, кеңесті кітаптардан, арнайы сайттардан іздеген жөн. Несиелік иықпен сауда жасау немесе маржинальная торговля. Әлемдегі барлық ірі брокерлер қор биржасында инвесторлар мен спекулянттарға несиелік иықпен сауда жасауға мүмкіндік береді. Бірден айтайын, мен сіздер міндетті түрде осылай инвестиция жасау керексіздер демеймін. Керісінше, инвестицияны тек бос ақшаға ғана жасау керек дегім келеді. Бірақ бұл инвестиция жайында курс болғандықтан мен сіздерді бұл инструментпен де таныстыру керекпін. Мысалы, сіз белгілі бір компанияның акциясы жақын арада өседі деген шешімге келдіңіз. Сіздің қолыңызда бар қаражат тек ол компанияның 100 акциясын сатып алуға жетеді. Осындай жағдайда сіз брокерден несие алу арқылы, яғни несиелік иықпен тағы да 300 акция сатып аласыз. Енді сізде 100 емес 400 акция бар. Қарызға алынған 300 акцияның ақшасы сіздің брокер алдындағы қарызыңыз болып есептеледі. Брокер күн сайын сіздің қарызыңыздың 5% алып отырады. Егер акцияның бағасы сіз ойлағандай 10%-ға өссе, сіз 100 акцияның пайдасын емес, 400 акцияның пайдасын көресіз. Яғни $100 10%-ы тек $10 болса, сіз $400 10%-ы, яғни $40 пайда табасыз. Осылайша сіз аз ақшамен көбірек табыс таба аласыз. Ал егер керісінше акцияның бағасы 10%-ға төмендесе, сіз 10% ғана жоғалтпайсыз, сіз бірден өз капиталыңыздың 40%-нан айырыласыз. Яғни сіздің алғашқы $100-ыңыздан тек $60 ғана қалады. Егер акцияның бағасы брокер бекіткен шектен төменге түсіп кетсе, брокер өз еркімен сіздің акцияларды сатып, өз ақшасын қайтарып алады. Сондықтан достар, несиелік иықпен сауда жасауға асықпаңыздар. Таяқтың екі басы бар екенін ұмытпаңыздар. Кез келген инвестицияның табыстылығы мен тәуекелі, яғни қаупі бірдей болады. Егер бір инструмент екіншісіне қарағанда 10% көп табыс әкелетін болса, оның қаупі де 10%-ға көбірек деген сөз. Акция облигацияға қарағанда көбірек табыс әкеледі, бірақ акция сонымен қатар облигацияға қарағанда қауіптірек. ETF сатып алу жеке компанияның акциясын сатып алуға қарағанда қауіпсіздеу, бірақ ETF-тің табыстылығы да акцияға қарағанда азырақ. IPO дегеніміз не? Және ең жылдам миллион. Әрбір компания өз ісін дамыту үшін капиталды тартуға ұмтылады. Бастапқы кезеңде, стартап кезеңінде оған банктен несие алу немесе оның дамуына инвестиция салуға дайын періште табу қиын. Содан кейін компания инвесторларға ұсынылатын акцияларын шығарады. Стартаптың үлесін сатып алған кез келген адам ортақ меншік иесі болады. Егер бизнес табысты болса, онда одан әрі дамуы үшін қосымша капитал қажет. Әрине, сіз несие ала аласыз немесе облигациялар мен вексельдер шығара аласыз. Бірақ ең тиімді нұсқа қор биржасында айналысқа акцияларды шығару. Бұл сізге миллиондаған инвесторлар мен миллиардтаған доллар инвестиция тартуға мүмкіндік береді. Бастапқы жария орналастыру немесе IPO, Initial Public Offering. Бұл компанияның акцияларын шектеусіз адамдарға алғашқы сату. IPO кезінде компания акцияларды шығарады және оларды қор биржасына орналастырады. Және кез келген мүдделі инвестор немесе инвестициялық фонд бағалы қағаздарды сатып ала алады.
Компания жай ғана акциялар шығара алмайды және оларды бірден қор биржасына енгізе алмайды. Бұған дейін инвестициялық банктер, заңгерлер, маркетологтар және басқа да көптеген мамандар қатысатын бірнеше кезеңнен өтуі керек. Өйткені бұл нарықтың өз ережелері мен талаптары бар. Қоғамға шығу үшін компанияның жақсы бизнес тарихы болуы және бірнеше жыл бойы ашық қаржылық есептерді дайындауы керек. Мысалы, Нью-Йорк қор биржасында өз акцияларының алдын ала бағасы $50 миллион кем емес компания ғана шығара алады. Компания қор биржасында айналымға шығатын акциялардың бастапқы шығарылымын ойластырғаннан кейін IPO-ның алдын ала кезеңі басталады. Алдын ала кезең ең ұзақ, ол бірнеше айдан бірнеше жылға дейін созылуы мүмкін. Осы уақыт ішінде компания өз бизнесін, активтер құрылымын және корпоративтік басқаруды бағалау керек. Содан кейін қандай бағамен және қанша акция шығару керектігін есептеп, сәйкесінше компанияның болашақ капитализациясын анықтауға болады. Сондай-ақ қаржылық және ақпараттық ашықтық дәрежесін бағалау маңызды. Бұл инвесторлардың компанияға деген сенімін арттыруға және оның беделін арттыруға көмектеседі. Сонымен қатар болашақ эмитент биржалық сауда-саттық ережелеріне сәйкес 90 сайынғы қаржылық есептілікті ашық түрде ұсынуға міндетті. Егер компания иелері толықтай IPO-ға шығуға келіссе, компания андеррайтермен келісімге қол қояды және IPO-ның келесі дайындық кезеңі басталады. Акциялардың қор биржасында листингінің барлық дайындық тәртібін андеррайтер жүзеге асырады. Әдетте бұл компания келісім жасайтын инвестициялық банк. Әдетте IPO-да бірнеше андеррайтер жұмыс істейді. Сонымен қатар акциялар орналастырылатын қор биржасы және брокерлер таңдалады. Андеррайтер компанияны бағалайды және нарықтық конъюнктураны ескере отырып, алдағы IPO параметрлерін анықтайды. Қанша акция шығарылады және қандай бастапқы бағамен. Сондай-ақ қор биржасында бағалы қағаздарды шығарудың ең қолайлы уақыты қашан. Содан кейін компания мен андеррайтер IPO өтетін елдің реттеуші органы үшін проспектіні дайындайды. Қазақстанда қор биржаларындағы жұмысты Қазақстан ұлттық банкі, ал ақш-та бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия бақылайды. Проспектіден басқа андеррайтер мен эмитент инвестициялық меморандумды дайындайды. Инвесторларға компанияға инвестиция салу немесе салмау туралы шешім қабылдау үшін қажетті деректерді қамтитын құжат. IPO-ның соңында орналастырылатын бағалы қағаздарға инвесторлардың қызығушылығын арттыру үшін жарнамалық науқан басталады. Компания өкілдері Лондон, Нью-Йорк, Гонконг немесе Токио сияқты ірі жаһандық қаржы орталықтарына барған кезде әлеуетті инвесторлармен және брокерлермен кездесуі. Мұндай роуд-шоуда басшылық инвесторларға компанияның өнімділігі мен акцияларды орналастыру туралы деректерді ашады. Роуд-шоу әдетте 2-3 аптаға созылады. Роуд-шоу барысында эмитенттің акцияларына алдын ала өтінімдер жиналады. Ірі инвесторлар акцияларды ресми орналастыруға дейін сатып алуға құқылы. Жиналған өтініштер негізінде андеррайтер инвесторлардың қанша акцияны және қандай бағамен сатып алуға дайын екендігі туралы ақпарат алады. Айтпақшы, андеррайтер акцияларды орналастырудан кейін оларды әрі қарай қайта сату мен IPO-ға дейін акцияларды сатып алуға басымдылық құқығына ие. Егер компанияның IPO-сы жайында адамдардың көпшілігі естісе, акцияларға сұраныс ұсыныстан асып кетуі мүмкін. Бұл тапсырыстар кітабына артық жазылу деп аталады. Содан кейін компания мен андеррайтер не істеу керектігін шешеді. Олар компанияның акцияларының бағасын көтеруі немесе қосымша бағалы қағаздар шығаруы мүмкін. Қорытынды кезең немесе листинг. Қор биржасында бағалы қағаздар айналысының басталуы. Дәл қор биржасындағы сауда-саттықтың басталуымен IPO қаншалықты тиімді болғаны толықтай белгілі болады. IPO-ға қалай қатысуға болады? IPO-ға қатысу үшін сізге брокерлік шот қажет. Оның ішінде акцияларға инвестициялағыңыз келетін белгілі бір ақша сомасын қамтуы керек. Сонымен қатар қатысуға қажет ең төменгі сома бар. Ол әр кезде әрқандай болады және теңгемен немесе шетел валютасында болуы мүмкін. Бұл компанияға және оның бағалы қағаздарының бағасына байланысты.
Достар, мен осы орайда өзімнің IPO арқылы қалай 15 күн ішінде 1 миллион теңге жасағаным туралы айтып бергім келеді. 2024 жылдың басында Air Astana әуе компаниясы IPO-ға шығатын болды. Мен өзім Air Astana компаниясының сервисінің қаншалықты жоғары екенін білетінмін. Сонымен қатар осы салада жұмыс істейтін бірнеше адамның бұл компания туралы пікірін естідім. Одан кейін Air Astana компаниясының қаржылық есептеріне анализ жасадым. Сол кезде мен пәтер алуға шамамен 9 миллион теңге дайындап отырған болатынмын. Маған пәтер сатып алу үшін бастапқы жарна кем дегенде 10 миллион теңге болды. Себебі одан аз бастапқы жарнамен банк маған ипотека бергісі келмеді. Менің жоспарым бойынша Air Astana компаниясының акциялары IPO-дан кейін кем дегенде 5-6 пайызға 1-2 айда өсетін болды. Мен осы IPO-ға өз ақшамды салып 500-600 мың теңге табыс тапқым келген болатын. Осылайша мен үлкен тәуекелге барып, өзімде бар 9 миллион теңгені 8 миллионына IPO-ға қатысуға өтініш бердім. 1 миллион теңгені күтпеген жағдайлар болып қалса, капиталымды аман сақтап қалу үшін жай ғана депозитке салып қойдым. 15 күннен кейін компания листингке шықты. Сол күні Air Astana'ның акциялары 1210 теңгеден тұрды. Ал мен IPO-ға қатысқандықтан маған әрбір акцияны 1073 теңгеден берген. Мен бұл нәтижені көрдім де бірден есептедім. Менің табысым 12-13%-ды құрап тұрды. Яғни мені салған 8 миллион теңгем енді дәл қазір 9 миллионға айналды. Мен көп ойланбастан сол күні кешке дейін өзімнің 7455 акциямды біртіндеп саттым. Алдымен 500 акция, ол сатылғанда тағы 400 акция. Осылайша 15 күн ішінде күтпеген жерден мен өмірімдегі ең тез миллион теңгені таптым. Сол сәтті жағдайдың арқасында пәтер сатып алдым. Қаржылық қорғаныс жастығы. Достар, әдетте бұл инструмент жайында эксперттердің барлығы ең бірінші болып айтады. Бірақ мен бәрі емеспін. Онымен қоса, бұлай істеуімнің практикалық тұрғыда пайдасы бар. Бұл тақырып қаржылық сауаттылықтағы ең маңыздысы болып табылады. Сондықтан бұл туралы ешкім ұмытпау керек. Менің тәжірибем бойынша ең басында және ең соңында айтылған ақпарат есте ұзағырақ сақталады. Қаржылық қорғаныс жастығы адамның жынысына, жасына немесе нәсіліне қарамастан бәріне керек болып табылады. Қаржылық қауіпсіздік жастығы дегеніміз не, және ол не үшін қажет? Қаржылық қауіпсіздік жастығы бұл жұмыстан айырылу немесе кенеттен үлкен шығындарға кезіккенде керек сумма. Жинаққа ие болу күтпеген жағдайлардан аман өтуге, тыныштық пен сенімді сезінуге, несие алмауға және қарыздарды көбейтпеуге мүмкіншілік береді. Отбасының ортақ бюджеті болса, үнемдеуді жеке немесе бірлесіп жасауға болады. Қаржылық жастықты инвестициямен шатастырмау керек. Инвестиция капиталды инфляциядан қорғауға және оны арттыруға мүмкіндік береді. Қауіпсіздік жастығы қосымша ақша келмейді, бірақ оны шұғыл қажет болған жағдайда еркін пайдалануға болады. Төтенше жинақтар толығымен қалыптасқан кезде ғана инвестициямен айналысқан дұрыс. Қаржылық қауіпсіздік жастықшасының ұсынылатын мөлшері 3 айдан 6 айға дейінгі жалпы отбасылық шығындарды құрайды. Яғни жалақыны емес шығындарды санау керек. Мысалы, сіздің отбасыңызда 3 адам бар. Сіз, сіздің жұбайыңыз және сіздердің балаларыңыз. Әдетте ең үлкен шығындар пәтер жалдау, азық-түлік, транспорт, анализдер мен емдік шаралар, коммуналдық төлемдер. Осылардың барлығына сіз айына қанша ақша жаратқаныңызды есептеу керек. Сосын сіздің отбасыңызға 3-6 айға жететін сумманы жинап, депозитке салып қою керек. Ол туралы сіздің жұбайыңыз екеуіңізден басқа ешкім білмегені жөн. Әйтпесе қарызға ақша сұрайтындар көбейіп кетеді. Ал сізге ол ақшаны ешкімге қарызға беруге болмайды. Тіпті сіздің жан досыңыз сізге хабарласып, анам өлім аузында жатыр, оны тек сенің ақшаң ғана құтқара алады десе де, сіз ақшаны оған бере алмайсыз. Себебі ол сіздің ғана емес, сіздің отбасыңыздың қауіпсіздігі үшін арналған құрал. Онымен сіз ешкіммен бөлісуге міндетті емессіз. Мысалы, менің отбасымды қамтамасыз ету үшін айына кем дегенде 600 мың теңге керек. Демек, менің қаржылық жастығым
1 миллион 800 мың теңгеден 3 миллион 600 мың теңге аралығында болу керек. Және ол сумма банктегі депозитте ғана жатуы керек. Ол ақшаға акция, облигация сатып алуға болмайды. Достар, осымен қаржылық сауаттылық және инвестиция атты курсымыз өз мәресіне жетті. Қазір ерінбестен қаржылық жоспар құрып жіберейік. Сосын бонус ретінде менің Рей Далионың экономикалық машина қалай жұмыс істейді деген ютубтағы видеосын қазақ тіліне аударғанмын. Соны қарап шықсаңыздар, жалпы экономика туралы көп ұғымды түсінетін боласыздар. Қаржылық жоспарды құру үшін сіз осы курстың басындағы сұрақтарға жауап беру керексіз. Бірінші, не үшін сіз бай болу керексіз? Екінші, қандай суммадағы капитал сізге бай болу үшін жеткілікті? Үшінші, негізгі қажеттіліктер. Төртінші, ақша жинау ережелері. Бесінші, инвестиция жасау. Сізге ай сайын жеткілікті қаражатты долларға айналдырып алған ыңғайлы болады. Себебі теңгенің инфляция деңгейі тым құбылмалы. Мәселен, сізге 2000 доллар жеткілікті деп алайық. 2000 долларды 150-ге көбейту арқылы 300 мың доллар болатын капитал жинау керек екенін түсінеміз. Егер сіз ай сайын 200 доллардан 10, 15, 20 жыл инвестициялап отырсаңыз, сіз міндетті түрде осы 300 мың долларлық капиталды құра аласыз. Сіздің сақтап қалған әрбір теңгені сізге тиын алып келу керек. Ақша сіз үшін жұмыс істеу керек, сіз ақша үшін емес. Менің көзім жеткен дүние, адам білімін әрқашан шыңдап отыру керек. Әйтпесе көп алған білім адамның есінен шығып кетеді. Баяғыда оқыған кітаптарды да қайта қарап отыру керек. Дәл солай осы курсты да уақыт өткен сайын қайта қарап отырыңыздар. Мен оқуға кеңес беретін кітаптар. Бірінші, «Самый богатый человек в Вавилоне». Екінші, «Разумный инвестор». Үшінші, $1 миллион на пальцах. Төртінші, «Важные годы». Бесінші, «Финансист». Достар, сіздерді осы курсты аяғына дейін көрулеріңізбен құттықтаймын. Және осы алған білімдеріңіз сіздерге өмір бойы қызмет етеді деп сенемін. Сіз қаржылық сауатты болдыңыз. Енді сізге тек қана осы білім бойынша алға ғана ұмтылу керек. Көбірек ақша жинау керек, көбірек капитал жасау керек, тезірек баю керек. Сіздерге бұл жолда сәттілік тілеймін. Менің ютубтағы арнама тіркелсеңіздер болады, инстаграмда парақшама тіркелсеңіздер болады, тиктоктағы парақшама тіркелсеңіздер болады. Сонда қаржылық сауаттылық туралы, инвестиция туралы көптеген ақпараттар салып отырамын. Мен жеке өмірімнен де ақпараттар болады, сол үшін кіріп тіркелсеңіздер болады. Рахмет, сау болыңыздар.